Бүгін Қазақпыз ғой жобасынан көретіндеріңіз. Парламентте эколог Елеусізов пен депутат Жаңбыршин тіресіп қалды. Жиналыстың шырқын бұзбаңыз. Несі микрофон өшіріңіздер. Атырау қаласының прокуроры Руслан Айтымов өзімен кездесуге келген қазақтарды қаматпақшы болды. Қайда ішке кіріңізші, оформлять етіңізші? Немен оформлять етесің мені? Прокурорға сөйлетті оформлять етесіңдер ме? Біздің әкім министрлер неге сонша тәкаппар? Қазақ тұрмақ тілшіні қыстырмай тұрған шенеуніктен не күтуге болады? Не дают нам записать интервью, видите? Халықпен кездесуге ешқашан қымбат жеппен бармаңыздар. Депутаттарға осы сияқты кеңестер беретін семинар өтті. Адамдар қабылдамайды ғой бізді. Қазір айырып тастаймын. Бұл кімнің аузынан шыққан сөз деп ойлайсыздар? Жоқ, анау мынау емес, мәжіліс депутаты Еділ Жаңбыршиннің айтқаны. Бұл депутат кімді немесе нені айырып тастамақшы болғанын толық түсіну үшін парламентте болған мына бір текетіресті тыңдап шығыңыздар. Проблема стоит на гибель тысяч людей, а вы... Вы же сказали, что вопросы будете задавать потом. Мы вам дадим слово. Не вопросы, я говорю, я понял, что сегодня меня пригласили, чтобы я доложил на этом совете вашем. Вам же дали слово доложиться. Это не слово было, я просто выступил в поддержку там министерства, там предложение дал. Больше ничего. Вам дадим, асықпаңыз енді қайда асығасыз? Ешім жиналыс жауып атқан жоқ қой. Енді айтпайсыз ба, дұрыстап айтпайсыз ба? Нені айтпаймыз? Біз қазір сұрақ беріп атырмыз. Сұрақ жауап, содан кейін барып сөйлеңіз, сөйлейтін болсаңыз. Бар ғой адамдар сөйлейтін. Жалғыз сіз емес қосы. Экология үшін жан ашып жүрген. Бәріміздің де жанымыз ашиды. Не қылмаңыз. Жоқ, енді сіз нені бөлмеңіз жиналысты. Бұл жерде басқарып отырған адам бар. Біз жиналысты жапқан жоқпыз ғой. Жиналыстың шырқын бұзбаңыз. Несі микрофон өшіріңіздер. Жиналыстың шырқын бұзбаңыз. Қазір вообще айырып тастаймыз. Әдемі жиналыстың шырқын бұзып, Жаңбыршиннің жынына тиіп отырған эколог Елеусізов екенін аңғаруға болады. Еділ мырза Мелістің өзін емес, оны микрофоннан айырып тастаймыз деген екен ғой. Жиналыстың шырқын бұзбаңыз. Қазір вообще айырып тастаймыз. Жаңбыршин Елеусізовті микрофондан айырып жатса, Атырау қаласының прокуроры Руслан Айтымов өзімен кездесуге келген қазақтарды себепсіз бас бостандығынан айырмақшы болды. Сонда не, біздің прокурорлар өзіне ұнамаған адамды қамата салуға құқылы ма? Қалыппен сөйлесемейді, қашып жатыр уже. Тұрсаңшы, сізге сөйлеп жатыр ғой мияқта. Қайда қашып жатыр сен? Желкеңіз бітіп, сіз сөйлеп болдыңыз, сізге әлі сөйлеп жатырмыз. Что такое? Мынау жат емес. Басынып, неге басынасыз? Мен сізді басынып тұрған жоқпын. Сізді басынып тұрған жоқпын мен. Қайда ішке кіріңізші, оформлять етіңізші? Немен оформлять етесің мені? Прокурорға сөйлетті оформлять етесіңдер ме мені? Совсем мандай деймін. Жоқ, прокурорға сөйлетті оформлять етесің. Причем ты сөйлейді? Сен дейтін вообще басынып артында тоғы болмай ма? Артында тоғы болмай ма сенің? Кончай давай. Кіргізінде, что такое дейтін ау? Беспорядок жасап отырсам жерге. Кім беспорядок жасап отыр? Жоқ енді, мен жетіп жатыр ғой енді. Қалай? Сонда прокурор болып толтыра бере ме? Қалай сонда ол деген? Бәріміз толтырыңдар онда, отырайық бәріміз, толтыр кірейік онда. Бәріміз қамалайық онда дауы. Не істейді? Сонда басынан сөз жасырмайды, алған адамдар бұл. Халықтың құлы бар, қалай өздері істейді? Қашып кетті ары қарай деген. Мен адыммен қорқысы келем, ма? Вместе все сядем. Тәкаппар тұрысынан танылады демекші, прокурор Айтымовтың дөңкиген тұрысы да, себепсіз ұрысы да оның қандай адам екенін бірден байқатып тұрғандай. Елімізде осындай құқық қорғау органына кіріп алып, өзін құдай сезінетін сілімтіктер қаншама. Руслан сынды пагон таққандарға айтарым, естеріңде болсын, шенеунік немесе прокурор шіренетін құдай емес, прокурор деген жұрт жалдаған жұмысшы. Ал осы прокурорлардың иесі кім? Жоқ, жоғарда отырған дөкейлер емес, прокурордың иесі қарапайым халық. Себебі сендерге айлық төлеп отырған осы қарапайым жұрт. Алло, Руслан! Итте есін тыңдайды, сондықтан сендер бізге, яғни қазаққа есеп беріп, қазақпен санасуға міндеттісіңдер. Қасқыр мінез қазақпен ойнайын деген екенсің. Құрметсіз Айтымов мырза, кеш болмай тұрып қазақтан кешірім сұра, керек болса аяқтарына жығылып жыла. Әйтпесе кеш болады. Шын айтамын, кеш болады. Нені меңзегенімді түсінген шығарсың. Құрметті көрермен, сіздерден сұрайыншы, бұл прокурор болуға лайық па? Төменде пікір жазып кетіңіздер, мен оқимын. Ал енді келесі видеоға назар аударыңыздар.
Мы хотели поговорить с Акмарал Шарипаевной, но сделать это было очень непросто. Не дают нам записать интервью, видите? И акимы, и министры все по очереди поздравляют Акмарал Шарипаевну. Сейчас со словами поздравления наше интервью перебил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев. Но мы не обижаемся, мы понимаем, что первое назначение это важно, пожелание это тоже важно, поэтому мы терпеливо ждем. Поздравлениям присоединяется аким Павлодарской области Асаим Байханов. Акмарал Шарипаевна сегодня просто на расхват. Бұл видеода жалпы әкімдер мен министрдің қазаққа деген көзқарасын аңғаруға болады. Неге дейсіз бе? Айтайын, өзінің кәсіби жұмысын жасап, денсаулық министрінен сұхбат алып тұрған журналистің кеудесінен итерген әкім қарапайым қазақты адам санайды деп ойлайсыздар ма? Әрине жоқ. Негізі бұл жерде жаңадан тағайындалған денсаулық министрі Акмарал Әлназарова да оның қасына жақындап жалпақтамақ болып сүйісе кеткен Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев бастаған әріптестері де өздерінің мәдени деңгейінің төмендігін бірден көрсетті. Ауыз жаласып өліп бара жатқандарын айтамда. Бұлар мемлекеттік қызметкер емес пе? Субординация, ұят деген болу керек қой адамда. Міне біздің биліктің бетпердесіз шынайы келбеті осындай. Біз ерекшеміз, бізге бәрін жасауға болады, ал қара қазақ шетке шығып күте тұрсын деген әңгіме ғой қысқасы. Сіздерден сұрайыншы, бұл жерде журналистің орнында болсаңыздар, не істер едіңіздер? Жарайды, әкім ғой деп тұра бересіздер ме? Әлде айналайын Нұрлыбек, біз мұнда жұмыс жасап жатырмыз, қыстырылып кедергі болмашы дер ме едіңіздер? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Әкімдер, министрлер бұл жақта ауыз жаласып, танысып жатса, Аманат партиясының депутаттары қарапайым болу үшін, қайталап айтам, қарапайым болу үшін арнайы семинарға қатысыпты. Базар жоқ, жеткен жеріміз осы шығар. Жамбыл облысы бар осы, район. Сонда әкімдердің сайлауында ланд-крузерлермен, ақ ланд-крузерлермен жүрген. Ұшу болды ма? Бізде де ұшу болған. Бұл кісі жаңағы мен айтып жатқан кейс. Бұл да кісі немен барамыз десем, қайсымен барайық деп жатсам, Түркістан жолдары нашар, сондықтан Range Rover'мен барамыз дейді. Range Rover'мен барсақ, адамдар қабылдамайды ғой бізді. Сразу 3-4 үйі бар ауылдарға да бардық. Ана үйлер қирап жатыр. Біз Range Rover'мен келсек, ол сұрасын. Негатив қой ол. Адамдар сразу бөлінеді. Сондықтан автокөліктерге өте көп көңіл бөлу керек. Менің бір түсінбегенім, бәріміз бұлардың жемқор екенін білеміз. Бәріміз бұлардың қымбат көлікпен жүретінін де білеміз. Бір күні Волгамен келсе, ойбай мына депутат молодец, қымбат көлігін үйге тастап, Волгамен келіпті деп сыйлап кетеміз бе? Аманаттың депутаттарына қарапайым болуды үйрету өте қиын. Оданша бұларға ақша жемей, қазақтың қамын ойлауға шақыратын семинар неге өткізбейсіңдер, а? Осындай семинар өтті деп айтудың өзі қазақты басыну емес пе? Бастарыңда тауықтың миындай ми болса, осыны неге ойламайсыңдар, а? Сіздерден сұрайыншы, құрметті көрермен. Осындай семинардан кейін біздің депутаттар аяқ асты қарапайым болып кетеді дегенге сенесіздер ме, жоқ па? Төменде пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қасқыр мінез қазағым. Және естеріңізде болсын, біз қасқырмыз.